Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Автомобиль дегеніміз кем дегенде 4 доңғалағы бар, өздігінен қозғалатын, өзінің қозғалтқышын, жолаушыларды және жүктерді тасымалдау арналған көлік құралы. Автомобиль негізі 3 бөліктен тұрады. Ол автокөліктің қозғалтқышы, шанағы және шассиі. Енді автокөліктің қозғалтқышы жөніндегі мәліметтерді бұрында бергенбіз. Енді бүгінгі таңда автокөліктің шанағы жөнінде қысқаша айтып өтейік. Автокөліктің шанағы жүк автокөліктерінде 2 бөліктен тұрады. Ол кабинасы және платформасы. Жеңіл автокөліктердің шанағы. Ол жеңіл автокөліктердің маркасына байланысты көбінесе бір ғана бөліктен тұрады. Жеңіл автокөліктің шанағы автокөліктің қажетті барлық құрылғыларын, тораптарын бекітілетін орын болып табылады. Автокөліктің кабинасы барлық автокөліктерде жүргізушінің және қапталда бір немесе 2 жолаушының отыруына арналған орындықтармен қамтылатын кабина болады. Кабина жөнінде бөлек әңгіме өткіземіз. Енді бүгінгі таңда мына автокөліктердің шанағы автокөліктердің атқаратын қызметіне қарай, яғни таситын жүгіне қарай автокөліктердің шанағы бірнеше түрге бөлінеді. Қазіргі біздің көріп отырғанымыз көтерілетін жүк автокөлігі, яғни өздігінен төгетін жүк автокөлігінің шанағы. Енді бұлардан басқа қандай шанақтар бар? Сұйық жүктерді тасымалдауға арналған цистерналар. Және құрылыс материалдарын тасуға арналған платформа, яғни астаушалар. Солармен бірге әртүрлі азық-түлік, бұзылатын жүктерді арналған фургондар. Солармен бірге басқа бір автокөліктерді немесе құрылғыларды өзіне тиеп жүруге арналған, өздігінен тиейтін және түсіретін құрылғылары бар, платформалар. Осындай түрге бөлінеді. Олардың әрқайсысы тағы да бірнеше түрге бөлінеді. Мысалы, сұйық жүктерді тасуға арналған цистерналардың өзі сол жүктің қандай жүк екеніне байланысты бірнеше түрлі. Мысалы, су тасуға арналған, жанар-жағармай тасуға арналған, химикаттарға тасуға арналған, мұнай өнімдерін тасуға арналған деп бөлінеді. Сонымен бірге кейбір автокөліктердің платформалары арнайы автокөліктердің платформалары, яғни крандар, анау бетон таситын арнайы құрылғысы бар автокөліктер, санитарлық автокөліктер, солай деп аталады. Сондықтан платформалар жөнінде әңгіме көп, оны автокөліктердің түрлеріне байланысты ерекшеліктер болады деп айтамыз. Автокөліктердің шанағы жөнінде негіз қысқаша айтып өтетініміз осы. Енді жүріс бөлігінен қатысты мына қаңқа жөнінде қысқаша айтып өтейік. Енді жеңіл автокөліктерде қаңқа, яғни рамы болмайды. Ол рамның қызметін жеңіл автокөліктерде кузов атқарады, яғни шанақ атқарады. Енді жүк автокөліктерінде қаңқа бұл арнайы профильді металдан құйылған, әр көліктің маркасына байланысты ұзындығы да, қалыңдығы да, формасы да әртүрлі болып жасалатын қаңқа. Оған қосымша шеберлерден бекіту арқылы оны күшейтілген. Сонымен бірге оған қосымша тағы да заклепкілер, яғни бекітпелер арқылы бірнеше күшейткіш арқылы автокөліктің рамысын күшейтуге болады. Осы автокөліктің қаңқасына осы автокөлікке қатысты барлық құрылғылар, тораптар бекітіледі, белдіктер бекітіледі, мына құлақшалар бекітіледі, жаңағы рессорлардың тиіп тұратын. Яғни осы өздеріңіз көріп отырғандай барлық осы автокөлікке қатысты құрылғылардың бәрі осы қаңқаға бекітіледі. Автокөліктің қаңқасы өте берік металдан жасалады. Ол көп тозбайды, күтімді өте көп қажет етпейді. Тек қана артық жүк салмақтан жарылып сынуы мүмкін. Оны қалпына келтіруге болады, бірақ оған көп сенуге болмайды. Тыңдағандарыңызға рахмет.